істеп жатсыз? Болашағымды ойлағаннан осылай істеуге тура келіп тұр. Міндетті түрде байлап әкету керек пе еді? Көп сөйлеме. Жай айтқанды ұқпайды екенсің. Осылай жасаймын. Сонымен айтқанды істейсің ба, жоқ па? Істемеймін, айттым ғой уже. Жауап дұрыс емес. Қолыңнан келген осы ма? Маған қалай қарайсың? Көнесің ба деймін саған? Көнбеймін. Бұдан да қатал әрекет жасауға мәжбүр етпе. Мұрттапсың. Тағы да қайталап сұрайын. Көнесің ба, көнбейсің ба? Жоқ. Не істедің сен? Басың жасай ма? Осыған дейін жеткізбей, айтқан істеп, үйлене салсаң болады ғой. Үйленбеймін мен, үйленбеймін. Неге үйленбейсің? Неге? Жасың болса 30-ға келді. Сен менің жалғыз баламсың. Мен қашан немере сүйем сонда? Неге түсінбейсіз, әке? 70.000 айлық менің семьямды асырауға жетеді дейсіз ба? Ол квартираға да жетпейді. Жеткен күннің өзінде де мен бала шағамен ешкім алмайды квартираға. 50.000 теңгеге. Сол төбесі тесік, жаңбырда суға батып қалатын сондай квартирада тұрсын дейсіз ба? Соған лайықты көрдіңіз ба мені? Бақытжан фирмасына 100.000 теңге айлықпен бухгалтер іздеп жатыр. Мен сонымен сөйлесіп сен жұмысқа тұрғызып берем. Ой, пенсионка мен налогты алған кезде сол 70.000 қалады бәрібір. Жұрттың балалары сол айлықпен ақ дүние жинап, бала шағасын асырап бәріне жеткізіп отыр ғой. Кімді айтып жатсыз? Досың Маратты айтамын. Ой, оның квартирасы ипотекада, еще машинасы кредитке алған. Санжар ше? Санжар ма? Иә. Санжардың қайнатасы бай ғой. Білмеймін, балам. Биылдан қалмай үйленетін боласың, түсіндің ба? Қолымды шешіңіз, сосын айтам. Үйленбеймін бәрібір. Өкеңнің. Осыны үйленбей көр, көрсетемін мен саған.